Deni sау ма бұл адамның? Salman айтады, намаз оқымай жәннатты күтіп жүрген адамды жындылардың қатарына қосыңдар дейді. Намазға қолы тимегеннің жәннатқа аяғы тимейді деген. Жүрегім таза, ешкімнің ала-жібін аттаған жоқпын дейміз. Ешкімнің ала-жібін аттаған жоқпыз. Жүрегім таза, мен қалай тозаққа кетем деп ойлауы мүмкін. Бірақ Алланың дінін аттап кетіп атсың сен. Парызын аттап кетіп атсың. Жәннаттан шайтан не үшін қуылған еді? Шайтанға да періштелерге не деп айтты дейді Алла Тағала? Адамға сәжде жасаңдар дегенде, фасаджаду илля иблиса аба вастакбара ва кана минал кафирин. Барлығы сәждеге құлады, ібліс сәжде жасамады. Аллаға қарсы келушілерден болып, жәннаттан мәңгілікке қуылды. Сонда бір ғана сәжде жаса дегенде, Алла сенен 5 уақыт сәжде жасауды сұрап жатыр. Шайтан бір сәжде жасамаған үшін қуылып кеткен жәннаттан. Сен 5 уақыт намазды қаза қылып жүріп, шайтаннан бір жерімді артық деп санап жүрсің ба сонда?